Сәлем достар, сіздермен бірге Олжас Менғали, біздің отандасымыз Динара Садуақасова, FIDE World Cup Women, Ресей Федерациясы, Сочи қаласы, Красная Полянада әйелдер арасындағы әлем кубогына қатысты. 4-6 раунд қарсыласы Алина Кашлинская, Ресейдің үздік гроссмейстерлерінің бірі. D4, ATF6, C4, C5, ATF3, Symmetrical English депті, немесе ағылшын бастамасы. CD, AT4, E5. Бұл E5 деген әрекеттің бір кемшілігі F5-тегі және D5-тегі торлардың әлсіреп қалуы. B5, біз D6-ға ұмтыламыз. D5, CD. Әрине, бұл жерде ат D5 деп жүрге болмайды. Ат D5, уәзір D5, уәзір D5 және ат C7, осымен ойын аяқталды деген сияқты. A6, C3, C5. Көріңіздер ме, ел аман жұртнышта бір сарбаздан айырылып қалды. Ойынның басында бұндай қателіктер дұрыс емес ау деген ойдамын. E3, C5-тегі пілдің алдына бөгет қоямыз. Патшаны сарайғызды, піл E2, B5 және D2. Әрине D5-тен жеуге болмайды. Егерде D5 жейтін болса D5 және піл F3, A8-дегі тураны жылып кетеміз. Піл B7, D2, E4. Жедік және B6. Патшаны сарайғыздық. Бұл жердегі әрине D5-тегі нені жеу керек еді? Жегеннен кейін былай жейді, содан кейін D5 жейді, содан кейін піл F3 осы әрекеттерге көну керек еді. Бірақ өкінішке орай Алина Кашлинская мүмкін біздің қуанышымызға ол қателесіп F5 деп жүреді. F5 деген мүлдем түсініксіз әрекет, өйткені енді D5-тегі сарбазды жеуге ешқандай мүмкіндік болмайды. C3, E4, піл G4. Өсімен шын мәнінде ойын аяқталды. Біріншіден, негізгі орталықта сарбазымыз тұр, өтетін сарбазымыз бар, бәрі керемет, ешқандай қиындық көріп тұрған жоқпын. E6-дағы тор деген өте осал, шын мәнінде мен үшін түсініксіз. Піл тура F6, A4, A5, A4, D2, B4, тағы бір сарбаз жылып кеттік. H6 әрине бұл қорқынышты көрінеді. Атақты Филидор ережесі 6-шы қатарды ашық жол ретінде пайдалану. 3-ші және 6-шы қатар. Бірақ H2-дегі сарбаздың түбіне жету өте қиын. Себебі тек қана турамен және уәзірмен мат қою бұндай жағдайда өте қиын болады. A3 әрине біз деген өзімізде атақты Филидор ережесін есімізге түсіреміз. Ашық жолдар тек қана тік қана болмайды және тағыда көлденең болады. Әсіресе 3-ші және 6-шы қатарлар ауыр фигуралар үшін өте ыңғайлы. G6, C5, E6 шах, G4, айырбастайық. 2 артық сарбазымыз бар. D4, C5, B4, E6, H3, F4, жедік, уәзір, E5. Осымен тағы да бір ойын аяқталды, бірақ Алина Кашлинская қайтпайды екен. D3, D6 шах, D5 және D7. Осымен ойын аяқталды. Ойынның басында екі сарбаздан айырылып қалды. Барынша ұтқысы келді, бірақ бұл деген өкінішке орай оның нелері біз үшін жақсы әрине, бірақ оның өкінішіне орай ешқандай оның ойлары жүзеге аспады. Каналдағы видеолар ұнайтын болса лайк басыңдар, каналға жазылыңыздар, сұрақтарыңыз болса қойыңыздар, шама шарқыма сәйкес жауап беруге тырысамын. Жақсылықта кездесейік, сау сәлемет болыңыздар.